Сәлеметсіңдер ме әріптестер? Мен бүгін баланың сөйлеу тілін дамытуға арналған жемістер тақырыбында бірнеше тапсырмалар үлгісін ұсынамын. Бірінші тапсырма сөз таңбалары арқылы сөз тіркесін құрастыру. Мына таңба түстің белгісі, яғни жемістің түсін атайды. Ал вазаның орнына жемісті атау керек. Сөз таңбасына қарап, бала сөз тіркесін құрап үйрену қажет. Мысалы, сары өрік, қара өрік, жасыл алма, сары алмұрт, қызыл анар, күлгін жүзім, сары жүзім, қызыл жүзім. Келесі тапсырма сандар мен жемістерді сәйкестендіріп сөз тіркесін жасау қажет. Ол үшін жемістерді әуелі бала санайды, одан кейін сөз тіркесін жасайды. Мысалы, 5 банан, 7 анар, 9 алмұрт, 7 өрік, 6 апельсин, 5 алма. Келесі тапсырма сызба арқылы сен не жейсің сұрағына жауап беріп сөйлем құраймыз. Мына белгі адамның есімдіктерді, отбасы мүшелерін білдіреді. Бұл жерде мен, я орысша, мен қазақша сөзді аламыз. Ал вазаның орнына жемісті атау керек. Мына таңба жеймін, ішемін деген етістіктерді білдіреді. Бұл жерде жеймін деген сөзді аламыз. Мысалы, бала мынандай сөйлемдер құрастыруы қажет. Мен алма жеймін. Мен алмұрт жеймін. Мен анар жеймін. Мен өрік жеймін. Мен қара өрік жеймін. Мен жүзім жеймін. Осылайша әр бала қалаған жеміс түрімен сызба бойынша сөз тіркесі мен сөйлемдер құрап сөйлеуге үйренеді. Сонымен әріптестер, осы видео арқылы менің көмегім сіздерге тиді деген ойдамын. Келесі видеоны өткізіп алмау үшін подписаться тетігін басып жазылыңыздар. Сау болыңыздар.